ал қызыма жұмыртқа дайындап берейін. Қызыма бір түске шейін ұйықтайды екен, құдайым-ай. Бір ойбай, жұмыртқа бітіп қапты ғой. Ей, қызым, тұр. Жұмыртқап кеш, өтінем, қызым. Бар да жұмыртқап кеш магазинге барып. Ой, мынау не оянбайды, сонша қатып ұйықтаған несі? Барып оятып келейінші. Қызым, тұра ғой ұйқыңнан. Уже 12 болып кетті ғой. Той, анашым, ұйықтай тұрайыншы, өтінемін. Шынымен де қатты ұйқым келіп тұр. Бастыға тұрмашы, барда жұмыртқа алып келу. Түнгі 12 десек те болады ғой. Түскі 12. Қайдаған айтпай болды, баршы, өтінемін. Ай, таң атпастан, ой уже. Ой, жеттім, тез үйге алып қайтайыншы, құрсын. Так, ең бірінші тачканы алып алайын. Атом керекті заттар алайын. Рамен алсам мама ұрыспайтын шығар, я. Бана нешедір пайдалы заттар алып жатырмын ғой. Не деген менде? Андай зиян заттар алып жатқан жоқпын. Ну ладно, енді точно ұрыспайды. Так, все, кішкене қалды. Все, болды. Енді кассаға бара берсем болатын шығар. Мән, кассада неғып адам жоқ. Тапатал түссе, либо түскі асын ішіп жатыр ма? Мәссаған. Үйге асығып тұрсам, ай барып, күшті болып сериалымды көрейін десем, бүгін вообще күнім бір түрлі болып өтіп жатыр что-то. Ой. Бірақ анам ұрсады. Ну ладно, ала салайыншы десез болды. Адам келді. Ойбай. Сәлеметсіз бе? Мен осы заттарды бенен жегенмін ғой. Ей, что-то сен түрің таныс, сен қай жерден көрдім, білмеймін не. Есіме түсті. Сен анау күлбақыттың несі емессің ба? Мен сен кішкентай кезінде көтің жуған, білесің ба? Ойбай, шынымен ба? Ой, танисың ба сен мені? Иә, танимын ғой. Мамалар не істеп жатыр? Сол, сендер көшті деп жатыр еді ғой. Иә, сол район жақта жүргенбіз, қазір Алтынардағы жаққа көшіп кеткенбіз ғой. Сонымен мамаң жағдайы қалай? Ойбой, мен сені көп уақыт ұстап қалыппын ғой тегі. Ойбой, кешір. Сен не үшін келіп едің? Ойбой, сен жұмыртқа деп келіп едің ғой. Біз неқта жарты сағат тұрып қой. Ал кассаны көріп жүрейін. Ойбай, құрсын. Бүкіл кассадағы ақша қайда? Мәссаған. Кінәлайын десем, мынау менің подружкамның баласы. Бірақ шынымен де оған дейін ақшалар толып тұрған. Бүкіл шынымен де ешқай ақша жоқ. Хотя бы біреусін алуға да ми жетпеген ба сондағысы? Құрсын. Ей бала, сен екенге мен 100% сенімдімін. Неге мойындамай тұрсың сен? Бүкіл ақшаны сен алдың. Білесің бе, мен кажется камераны ашпай қойын. Просто сен менің подругамның баласы болғаннан жаным ашып тұр. Жоқ. Ой, жоқ, шынымен деймін. Жарайды, мойындайыншы, менмін. Бірақ өтінемін, анама айтпаңыз. Анам маған көп рет айтқан ұрлықты бір қорлықты. Анау не дейді екен, анам айтып қойса? Айтпай қойса екен анама. Мен анасын айтсам ұрсады, ал айтпасам істі жалғаса береді ме деп тұрмын. Ой, қой құрсыныш, айтсам жақсы болады, себебі енді бәрімізде таяқ жеп өстік емес пе? Болды, барып айтайын мен. Мынау кім? Ой, бұл класстас. Мен сені танымай қалыппын ғой. Чего там қалайсың?
ойбай өзгеріп кетті. Шашың деген күшті болып, қалайсың, сол жүрміз бізде. Сол не болды, не үшін келіп едің? Ойбай, есімнен шығып кетті ғой, сенімен әңгімелесем деп. Не ғой, ана балаң, ойбай, қызың дегенде, не болды менің қызыма? Бағана дүкенде заттарды реттестіріп жүрсем, келем деген шыш бүкіл кассадағы ақшаны алып үлгерген. Сол саған айтайын ба, айтпайын ба деп. Ойбай, мен оған миллион рет айтып едім. Бопты енді, қазір өзім сөйлесіп көрермін. Кіруге қорқып тұрғанды қарашы, бірақ амал жоқ. Анаш, мен саған бәрін түсінемін, тек мені кешірші. Қызым-ай, мен саған қанша рет түсіндірдім, білесің бе? Жарайды, енді сен қателігің әрбір адамда болып тұрады. Бірақ екінші қателамын деп уәде бер, жаным, болды, жыламай енді. Ал енді мен сені кешіру үшін әрине достарың комментарийге жазып кеттің. Және де достар, сендер обязательно подписаться етуді ұмытпаңдар.